Сәлеметсіздер ме менің Салтанат Нұреке қызы каналымның көрермендері, оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге 2-ші сыныптағы қазақ тілі сабағын ұсынамын. 70-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы антоним, синоним, амоним туралы не білдік деп аталады. Бұл видеоны мен ұстаздарға да, оқушыларға да арнап түсірдім. Сондықтан осы видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Келесі жолы мен сіздерге тағы да әдебиеттік оқу, қазақ тілі, математика пәндері бойынша осындай сабақтарымды түсіріп тұрамын. Сонымен біз антоним, амоним, синоним туралы не білетінімізді қайталайық, есімізге түсірейік. Балалар, сендер антоним, ол мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер екенін білесіңдер. Ал синоним дегеніміз дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер екенін білдіңдер. Сондай-ақ амоним дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әр басқа сөздер екенін түсінген боларсыңдар. Қазір осы әр тақырыпқа, әр сөздердің тобына біз түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Дайын болсаңдар, келесі тапсырманы көрсетейін. Алдымен оқулықтағы 23-ші жаттығуға қарап, өлеңді оқып шығыңдар. Оқу мен ойын. Бұлағындай білімнің кітабыма үңілдім, сабағымды бітіріп, допқа қарай жүгірдім. Добым домала, қақпа жақты жобала, айдалаға секеңдеп, мәшинеге жолама. Добым қандай айлалы, бізбен ұрғып ойнады. Сабақтан соң доп ойнау денсаулыққа пайдалы. Балалар, қалай ойлайсыңдар, өлең неліктен оқу мен ойын деп аталады? Өз ойларыңды айтып отырыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Бала үшін оқу да, ойын да маңызды. Бұл өлеңде айтылғандай, бала алдымен оқуын оқып, сабағын оқып бітіріп, далаға ойнауға шықты. Добын алып, доп ойнады. Сабақтан соң доп ойнау денсаулыққа пайдалы. Сондықтан өлең оқу мен ойын деп аталады. Балалар, осы өлеңде қарамен жазылған сөзді табайықшы. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл өлеңде қақпа деген сөз қарамен жазылған. Осы қақпа сөзіне амоним сөз тауып көрейік. Қалай ойлайсыңдар балалар, қазақ тілінде қақпа деген сөздер қандай мағына береді? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар, бізде қазақ тілінде қақпа деген сөздің бірнеше мағынасы бар. Ол туралы сіздер сөздік қор KZ сайтынан, интернет желісінен іздеп тауып көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздердің алдарыңызға қақпа деген осы өлеңде айтылып тұрған сөздің мағынасы, бұл жерде футбол ойынында доп кіргізетін объекті айтып тұр. Өлеңде нақты осы мынандай қақпа туралы айтып тұр. Өлеңде мынандай доп кіргізетін объект туралы, осындай қақпа туралы айтып тұр. Сонымен қатар, қақпа деген сөздің тағы бір мағынасы адам, көлік, енетіндей етіп, үлкен етіп жасалған ол есік. Біздің жер үйлеріміздің алдын біз ауламызды қоршап қоямыз. Сол қоршаудың есігін бізде есік деп айтады. Кейбір жерлерде бұл диалект сөз, оны дарбаза деп те айтады. Олай болса, балалар, келесі тақырыпқа көшейік. Келесі тапсырмаға көшейік. Қазір мен экранға суреттерді көрсетіп отыратын боламын. Ол суреттерде қандай қарама-қарсы мағыналы сөздер жасырылғанын 5 секундтың ішінде ойлап табуларыңыз керек. Олай болса, ойынымыз басталды. Өздеріңіз үшін санап отырсаңыздар болады. 10 сурет беріледі. Сол 10 суреттің қаншауын таба алады екенсіздер. Бірінші, қандай сөз жасырылған? Ал олай болса, балалар, біз антоним сөздерге берілген тапсырманы орындап шықтық. Енді антоним сөздерді қаншалықты біледі екенсіңдер, өздерің бағалап қойсаңдар болады. Егер 10 сөзді дұрыс тапсаңыз, тамаша, сіз бірінші орын алдыңыз. 9-8 сөзді дұрыс тапқан болсаңыз, өте жақсы, онда сіз екінші орын алдыңыз. Және 7 сөзді дұрыс тапсаңыз, жақсы, сіз үшінші орын алдыңыз. Егер сіз 6, 5, 4
сияқты одан 7-ден төмен сөздер тауып жатсаңыз, сізге антоним тақырыбын әлі де қайталау керек болады. Келесі тапсырмамызға көшейік. Бізде келесі тапсырма синонимге сөздерге қайталауға беріліп отыр. Синоним сөздерге бірінші тапсырма, мен әдемі деген сөзді қойдым. Әдемі деген сөздің синонимін тауып есімізге түсірейік. Әдемі деген сөзді, мысалы, әдемі қыз деп айтуға болады, немесе сұлу қыз деп айтуға болады, иә. Сұлу, көрікті, сол сияқты, келбетті деген сөздер әдемі сөзінің синонимі бола алады. Жылдам деген сөзге қазақ тілінде тез, шапшаң деген синоним сөздер бар. Дәрігер деген сөзге емші, емдеуші деген сөздерді алуға болады. Бұл бірінші тапсырманы орындау сендерге қиынға түскен жоқ деп ойлаймын. Бұл барлығы күнделікті кездесіп жүрген сөздер. Ал енді бізде екінші тапсырма бойынша біз мына тұрған кестенің ішіндегі сөздерді синоним сөздерді бірдей түске бояуымыз керек. Қазір сендермен біз бәріміз осы жерде бірге бояп көрейік. Алдымен қызыл түспен ас деген сөзді алайық. Бірінші ас деген сөзді бояп шығайық. Ас деген сөзді боядық. Ас деген сөзбен синоним сөзі тағам. Байқасаңыздар, мен қызыл түспен бояп жатырмын. Және тамақ. Міне осы сөздерді ас, тағам, тамақ сөздері бір-бірімен мағынасы жуық сөздер. Есімізге түсіре кетсек, синоним сөздердің жазылуы, дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағынасы жуық сөздерді біз синоним деп айтатынбыз. Келесі бізде шеше деген сөзді алайық. Шеше деген сөзді көкпен боядым, және оның тағы бір мағынасы бар, ана деген. Тағы да бір мағынасы, жуық мағынасы, тағы мағынасы ана деп айтуға болады. Енді біз жанашыр деген сөзді алайық. Жанашыр деген сөзді мен сарымен бояйын. Жанашыр сөзіне мағынасы жуық сөз қай сөз болады? Мейірімді деген сөз болады, иә? Мейірімді. Келесі бізде ағайын деген сөзді алатын болсақ, ағайын. Бұл ағайын сөзіне синоним туыс және жақын деген сөздер болады. Енді өздеріңіз байқап отырғанда, бұл жерде бізде қалып отыр өтірік. Өтірік сөзімен синоним сөз, мағыналы сөз, жалған деген сөз болады. Міне біз екінші тапсырманы орындап болдық. Келесі тапсырма бізде төмендегі сөздерде синонимдерді тауып, астын сызуымыз керек. Қазір бізде мынандай сөйлем берген: биыл анамыздың мерейтойына байланысты бағалы құнды сыйлық іздестірудеміз. Бұл сөйлемде қандай синоним сөзді көріп отырсыздар? Дұрыс айтасыз, бұл жерде синоним сөз бағалы, құнды, иә, екеуі синоним сөздер. Келесі асқан кезде бәйтерек пойызына мінсең болады, ол өте жылдам әрі жүйрік. Жылдам, жүйрік сөздері бір-біріне синоним болады. Міне біз балалар екінші тапсырма синоним сөздерді қайталауға берілген жұмыс парағындағы тапсырманы орындап шықтық. Енді біз амоним сөздерге де келдік. Амоним сөздерді еске түсірейік. Амоним сөздер дегеніміз ережесі бойынша жазылуы бірдей, дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер. Мағыналары мүлде бір-біріне келмейтін сөздерді біз амоним сөздер дейміз. Балалар, мен мына жерде бірінші алма деген сөзді жазып қойдым. Алма деген неге бас әріппен жазылып тұр деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл алма деген адамның аты. Екінші сөйлемде алма деген кішкентай әріппен жазылған. Неге кішкентай әріппен жазылған деп ойлайсыздар? Бұл себебі алма деген жемісті білдіріп тұр. Қазір осы екі сөзге сөйлем құрастыру керек. Мысалы, алма сыныптағы үздік оқушы. Бұл жерде біз адамның атын айтып тұрмыз, иә? Екіншісі, алма бағында тәтті алма өседі дейтін болсақ, алма деген бұл жерде екеуі де бірдей, жазылуы бірдей болғанмен екі түрлі мағынаны беріп тұр. Келесі, қой деген сөзді алатын болсақ, біріншісінде қой деген жануарды айтып тұрмыз, иә? Қой аша тұяқты жануар. Екінші сөзбен сөйлем құрайтын болсақ, алған затыңды орнына қой. Бұл жерде қой деген етістік сөз болып тұр, иә? Енді үшінші сөзге қарайық. Бұл жерде қап деген сөз берілген. Қап. Бұны кейбір жақта мешөт деп айтады, иә? Қап, дағара деген сөз бар қазақта. Бір қап картошка сатып алынды дейтін болсақ, бұл жерде қап затты білдіріп тұр, иә? Заттың аты болып тұр. Екінші қап деген сөзбен сөйлем құрайтын болсақ, қап, мынау маған ұйқы бермеді-ау деген сөйлемді алатын болсақ, бұл жерде қап деген бұл сөйлемде адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Өздерің байқағандай, қап және қап деген сөз амоним сөздер болып тұр. Сонымен балалар, біз бүгін алдыңғы 3 сабақта өткен антоним, синоним, амоним туралы өткен білімімізді бекіттік. Антоним, синоним, амоним сөздерге қатысты түрлі тапсырмалар орындадық. Сендер тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Егер осы сабақ сендерге пайдалы болса, маған лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен болашақта тағы да осындай сабақтар сендерге видеоға түсіріп жүктеп отыратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.